өрнек бар. Баяғыда ата-бабаларымыз қазақ өте тұрған. Міне жанындағы көрінді, мына ою-өрнектің бәрі сол қазақи, сол әжелерінің, апаларының қолынан шыққан. Біз мына сырмақ мінекей, бұл да қойдың жүнінен, мынау алаша, бұны да өзім тоққан. Одан кейін мынау шиітір ғой, анау ботам мен ботам, анау шиітір. Сол қазақ халқы әртүрлі жаңағы табиғаттың әртүрлі несіне бейімдеп ою ойған. Мысалы мынау қошқар мүйіз. Қошқар мүйіз деген не? Қошқар мүйізінің қойдың жаңағы мүйізіне сипаттап тұрып, соны жасаған жаңағы. Анашым, қызым, бос отырмай, тіске баса жеп отырыңыздар. Ой, рахмет жаным, рахмет. Рахмет жаным. Анашым, о не ол? Қызым, бұл құрт әжеміздің жаздай жасаған қазақтың ұлттық тағамдарының бірі. Құрт сиырдың сүтінен жасалады, қызым. Және де бұнда ірімшік бар, тары және қатық. Бұлардың барлығын біз қазақтың ұлттық тағамдары деп атаймыз. Мына біздің бауырсағымыз да, шекпегіміз де осы қазақтың ұлттық тағамдары. Сен өскен кезде әжең саған құрт жасап береді. Әже өлең айтайықшы. Жарайды, менде қайда дауыс бар дейсің, жарайды айтайын. Осы өрнекті оюлардың бәрін әже аналарымыздан қалған болған кейін мен аналарыма арнап өлең айтайын енді ойымда қалған. Bir şevgim çek